Жаңа әңгімені қабыл алыңыздар. Алла тағала адам баласын бір-біріне мұқтаж етіп жаратқан. Әрбір адамға қуанышы мен қайғысын бөлісетін, шерін тарқататын, мұңын шағатын, керегінде ойнап күлетін, іс түскенде ақылдасатын дос керек. Сол үшін халқымыз адамның күні адаммен дейді. Дүниедегі ең ұлы сезімдердің бірі достық. Сондықтан жақсы достың адам өмірінен алар орны ерекше. Ол адамның айнасы. Адам баласы қоғамда дұрыс адам болып өмір сүру үшін шынында да достарының орны ерекше. Асқар мен Әсет бала күннен бірге өсіп, бір нанды бөлісе жеп келе жатқан туған бауырлардай етене жақын болып кеткен нағыз достар. Тіпті олардың ата-аналары да бір атадан туғандай тума-туысқа айналған. Нар тұлғалы қос жігіттің де жүрегі иман нәрімен сусындап, Алланың хақ жолында жүрген жандар. Кей кезде қайсы бірі болсын ерсі іс әрекетке барса, бір-бірін жөнге алып, тәртіпке шақырып отырады. Бұл жолы жағдай мүлдем бөлек. Асқар досын қанша ақылға шақырып жөнге салғысы келсе де Әсет алған бетінен қайтар емес. Ауылға қаладан көшіп келген иманы әлсіз, әурет жерін жасырмай, ашық-шашық киініп жүретін Мерей есімді аруға ғашық болып, махаббат сезімі есінен адастырды. Досым, мұсылман үмбеті қай кезеңде болмасын бір-біріне бауыр екенін, мұсылмандар арасында ешқашан дұшпандық, талас-тартыс, жек көрушілік, төбелес сынды оғаш әрекеттерге орын жоқ екендігін өзің де біле. Мына ісің үшін сені бір-екі соққымен тәртіпке салғымақ келіп тұр. Алла разылығы үшін құрылған достығымызға қиянат еткім келіп тұрған жоқ. Ол қыз сенің теңін емес. Ондай күнәһар қызды қайтпексің. Оған қол тигізбе. Мен оған ғашықпын. Досым, мынаны оғын, сен тіпті көз зинасын жасап жатқаныңды өзің аңғармай отырсың. Оның жұқа киімінен әуретіне көз тастағаныңның өзі сен үшін күнә. Мен оны жөнге салып аламын. Мен сені өзіме дос санап жүрсем, шын мәнінде сен менің дұшпаным екенсің. Мұнымен не айтқым келіп тұр? Бұл дүниеде азғындықта, күнә істерде ортақ болған достар ақыретте бір-біріне дұшпан болады. Ал имандылықта, тақуалықта, діндарлықта дос болған жандар олардың қатарында болмайды. Тәпсірші Ибн Кәсир, Алланың разылығы мақсат етілмеген достық қиямет күні дұшпандыққа айналады. Тек Алланың ризалығын қалаған достар ғана мәңгі дос болып қала бермек деген. Адамнан ұят кетсе, ұятта ары да қоса кетеді. Ал арсыз адамнан бәрін де күтуге болады. Мейлі, өзің біл. Бірақ мені райымнан қайтаруға тырыспа. Өзің білесің. Ескерту менің достық парызым. Мынаны есте сақта. Сен қандай болсаң да мен сенің досың болып қала беремін. Досым, түсінші мен өмірімді тек сол қызбен ғана елестете аламын. Онсыз маған өмір жоқ. Егер сен солай ойласаң өзің біл. Бірақ кейін жапа шегіп қалмасаң болар еді. Әсет сол күй райынан қайтқан жоқ. Асқардың күнделік жазатын әдеті бар тұғын. Махаббат. Әй, ғашықтық ғұмыр десеңші. Өмір туралы өзіңше сыр шерткің келіп, көңіл туралы күнделікке талай-талай сөз қалдырасың. Көктемнің жайма шуақты күндері, құстардың салып жатқан әндері, ғашықтардың бір ауыз сөздері, бақыт жайлы әр адамның түсініктері күнделіктің әр бетінен табылып жатады. Ал Асқардың бүгінгі күнделігінің беті жан досының Мерей атты аруға ағынан жарылып, өз сезімін махаббат майданының нағыз қаһарманы ретінде көрсетуі болып отыр. Ол үшін киім кию стилін бәрін өзгертіп досының мүлдем басқа адамға айналғанына жаны қынжылып бар шерін қағаз бетіне түсірді. Өз қарындастары бір сөзбен айтқанда етегін төсек, жеңін жастық етіп жүргізетін Әсеттің тәні ашық, иманы әлсіз қызға неліктен ғашық болғаны Асқар үшін беймәлім жұмбақ күйінде қала берді. Тіпті әке-шешесі де ұлының бұл ісіне қарсы тұра алмады. Алған бетінен қайтпай Әсет пен Мерей шаңырақ көтеріп ерлі зайыпты атанды. Ата-ананың үміті ақталмай қалады ма деп елдің бәрі де бұл отбасыға алаңдаулы. Алайда Мерей жұрт ойлағандай жаман келін болған жоқ. Келіндік өмірге тез сіңісіп, тез ақ үйдің шаруасын дөңгелете алып кетті. Әсет үлкен жүк көлігін айдап шет елден жүк тасып жүрді. Мұндай сәтте Асқар досының ата-анасына қол қабыс болып, азық түлігін алып келуге көмектесіп, баратын жеріне алып барып келіп жүретін. Әсет кейде алысқа сапар шегіп, екі айлапта үй бетін көрмей кететін сәттері болушы еді.
Көп ұзамай Мерейдің аяғы ауыр екені қампиған ішінен ақ бұйым жұртқа белгілі болды. Әсеттің ата-анасының қуанышы қойындарына сиятын емес. Тұңғыш немерелерін асыға күтіп көздері қуаныштан жайнап жүрді. Анда-санда келінін базарға жұмсап тұратын Самал, Әсеттің анасы, апа келінін мүлдем ешқайда шығармай бар шаруаны өзі істеп, немересінің дін аман дүниеге келгенін қалап күтіп жүрді. Асқардың келіншегі Әсия әйелдер дәрігері болып қызмет атқаратын. Бір күні жолдасымен өзін мазалап жүрген ойымен бөлісті. Әсеке, осы маған бір ойы маза берер емес. Не болды айтсаңшы? Менімен бөліссең жеңілдеп қаларсың жаным. Бұл ойым сізге ұнамауы мүмкін. Айтсаңшы енді. Мерейдің менің қабылдауымда 4-5 рет болғанын білесіз. Содан не болды? Егер бұл ойым қате болса, Алла тағала мені кешірсін. Бірақ та айтпасам ішіме сыяр емес. Жаным-ау, неге сонша созбақтап кеттің? Мерейдің жүкті болған кезі Әсеттің үйінде болған кезімен сәйкес келмейді. Иә, кейде есептен жаңылып жатамыз. Бірақ мүлдем сәйкес келер емес. Сені түсінбедім. Онымен не айтқым келіп тұр? Оның болашақ сәбиі Әсеттен болмауы мүмкін. Егер Әсет 1-2 апта үйінде болмаса, мен бұлай ойламас едім. Оның 2 айлап үйінде болмасын өзіңіз білесіз ғой. Бұл ойыңнан арыл. Сен қателесіп тұрған боларсың. Олай болуы мүмкін емес. Сол сұрақтар маған маза берер емес. Сізді де ойландырып қойдым ба? Кешіріңіз мені. Ойланатын түгі жоқ. Олай болуы мүмкін емес. Самал апаның бұл немересін қалай күтіп жүйгенін білесің бе? Ол кісі де 4 перзенттің анасы емес пе? Күдіктенсе алдымен сол кісі күдіктенер еді. Алайда, болды тоқтат. Кейде дәрігер екенмін деп тым шектен шығып кететін болыпсың. Мен тек көңілімдегі күдікті ойымды ғана айттым ғой. Сізге не көрінді соншама бұлданып? Иә, Мерей кезінде жеңілтек қыз болғаны рас. Алайда қазір ата-енесінің ризалығын алып отырған әп-әдемі келіншек. Ол жайлы бұлай ойлағаның дұрыс емес. Жарайды, сіз солай десеңіз солай-ақ болсын. Мен қателесіп тұрған болармын. Бәрі де бір Аллаға аян. Шындық бір күні судың бетіне қалқып шығарына сенемін. Әсия күйеуіне ренжулі күйде бұртиып теріс қарап жатып қалды. Әйелінің көзі жетпесе жансақ сөйлемейтінін жақсы білетін Асқарды келіншегінің бұл тұжырымдамасы жанына маза бермей түні бойы көз іле алмай шықты. Таңертең шырылдап жатқан телефонның даусынан шошып оянып кетті. Самал апаның қоңырау соғып жатқанын көріп тіптен шошынып, дауысы дірілдеп телефонға жауап берді. Апау, амансыз ба? Аманбыз балам. Өзің қалайсың, сені шошытып алдым ба? Таң атпай ұйқыңды бұздым ба, балам? Жоқ, олай емес. Бәрі жақсы. Айта беріңіз. Анау біздің келін бүгін қалаға бір туысының үйіне баратын еді. Қолың бос болса жеткізіп тастай аласың ба? Қалаға дейсіз бе? Автобуста селкілдеп сәбиіне бірдеңе болып қалады ма деп ойлап отырмын. Жарайды, апа. Жеткізіп салайын. Рахмет балам. Береке тап. Асқар келіншегін жұмысына жеткізіп салып, ары қарай досының үйіне соқты. Самал апа ыстық нан мен шайын әзірлеп Асқардың жолын тосып отырған екен. Наннан ауыз тиіп Мерей екеуі жолға шығып кетті. Көліктің алдыңғы орындығына жайғасқан Мерей ақырындап әңгіме айта бастады. Асқар, саған ризамын. Дос деген сендей-ақ болса шіркін. Әсеттің бар міндетін өз мойныңа артып жүрсің. Оның жүрісі болса анау. Қолдан келгенше көмектесуге әзірмін. Келіншегінің айтқан сөздері еш ойынан кетпей, көңілі күпті болып отырған Асқар ара-арасында Мерейдің ішіне қарай көз жүгіртіп қояды. Тіпті қалың ойға батып отырып Мерейдің сөздеріне мән берер демес. Мерей иығынан түрткен соң ғана ұйқыдан шошып оянған адам құсап селгіде қалды. Асқар, сенде бәрі дұрыс па? Ұйықтап отырсың ба, немене? Бәрі дұрыс. Тек аздап ойланып кетіппін. Сені мазалап жүргеніне ой, соншама. Әлде жаңадан үйленген соң түнгі жұмысың ауырға соғып жатыр ма? Нені меңзеп тұрғанын ұғындырған адам ұқсап, Асқардың шат тұсынан бір түртіп, қол жүгіртіп еді, жігіттің денесі дір ете қалды.
Мұндай ерсі қылықты күтпеген Асқар сасқаннан аузына сөз түспей жұмған аузын ашпай отыра берді. Әйел болған соң, жарыңның жаныңда болғанын қалап тұрады екенсің. Кейде Әсеттің айлап үйде болмасына ызам келеді. Оған да оңай емес. Отбасынан, ата-анасынан жырақта жүру. Оның жоқтығын сездірмеу үшін барымды салып жүрмін. Көмек керек болса қысылмай айта бер. Қойшы, рас па? Бірақ оның кейбір шаруаларын сен атқара алмайсың, ау. Мерей қайта жігіттің денесін сипалап қояр емес. Оның нені меңзеп отырғанын Асқар түсінсе де, түк түсінбеген адам ұқсап мыңқ етпей отыра берді. Діттеген жеріне жетіп Мерейді сұраған орнына алып барды. Қаланың бір қуысында орналасқан көп қабатты үйлердің біріне келіп тоқтады. Мерей, мінекей сұраған жерің осы. Рахмет, мүмкін менімен бірге жүрерсің? Мен бе? Жоға, рахмет. Үйленіп қанжығаң майланып тұрған соң бас тартып отырсың ба? Бойдақ болсаң аш қасқырдай бас салушы едің өзің ақ. Мерей бұл жолы тым шектен шығып тікелей жігіттің жыныс мүшесінен бір түртіп өтті. Мерей, менің ауылда шаруаларым бар, өтініш түсіп қаласың ба? Сенде досың ұқсап менен құтылғанша асықсың ба? Ол да үнемі келген соң кетуге асығады. Мен соншама жаман адаммын ба? Жоқ, олай емес. Онда неге бәрің менен қашқақтап жүресіңдер? Мерей, сен жылап тұрсың ба? Жоқ, жай ғана көңілім босап кетті. Мейлі кетсең кете бер. Асқар досының әйелінің ойын бірден ақ түсінді. Жанына маза бермей бара жатқан күмәнді ойдан арылу үшін көліктен жүгіре шығып Мерейдің артынан қуып жетті. Мерей, тоқташы, өтініш. Жарайды, сенімен бір кесе шай ішуге дайынмын. Қалайша? Рас айтасың ба? Иә, кәне жол баста. Әрі сенің туыстарыңмен танысып біраз әңгімелесіп қайтайын. Досымның қайын жұрты қандай екенін көрейік. Мерейдің жүзіне қан жүрмей реңі бозарып кетті. Асқар өз ойының алдамағанына сене бастағандай. Әпкем үйде жоқ. Ол кешірек келеді. Солай ма? Қап әттеген ай. Танысамын ба деп едім. Жарайды онда. Мерей жол бастап жоғары қабатта орналасқан пәтерге Асқарды алып барды. Есікті кілтпен ашқанын көргенде Асқар одан әрі таңдана түсті. Самал апа сені қонаққа барады деп еді. Сен қонақ емес үй иесі секілсің ғой. Дәл таптың. Негізі бұл үйдің иесі менің әкем. Туысқан әпкем уақытша тұрып жатыр. Сондықтан менде де үйдің кілті бар. Айыпқа бұйырма. Таңданып сұрағаным ғой. Кірсеңші, төрлет. Екеуі бірге пәтерге кіріп, Асқар диванға жайғасты. Ал Мерей болса жатын бөлмеге киім ауыстыруға кіріп кетті. Жан-жағына көз жүгірткен Асқар бұл үйше көптен бері адам аяқ баспағанын бірден ұғынды. Келте көйлек киіп бұты жалтырап шыққан Мерейді көрген жігіттің екі көзі шарасынан шығып кете жаздады. Екі шыны аяққа шай демдеп келіп Асқардың жанына жайғаса кетті. Ал жігіт кәне баста. Әңгіме айтсаңшы. Мұндайда аузына сөз түспей қалады екен. Ендеше өзім-ақ іске кірісейін. Үйленген қалай екен? Түнгі өмірдің ләззатына бөленіп жүрсің бе? Иә, әйелім керемет жан. Егер Әсияның кемшіл тұстары болса, екі жарты бір бүтін болайық. Не айтып кеттің? Қойшы, егер аңсарың аумаса, бұл жерде отырмас едің ғой. Сен мені түсінбеген адам ұқсап отырмашы. Мерей, қолыңды тарт. Әсеттің орнын білдірмеймін дегенің кәне. Оның орнына менімен төсектес болуға келген жоқсың ба? Әр адамның өзінің ешбір жан өтей алмайтын парызы болады. Сенің жарың Әсет. Бұл оның өз парызы. Саған рахмет айтқым келеді. Не үшін? Келіншегім Әсияның өте керемет, сезгіш, алғыр, өз ісінің нағыз маманы екенін маған дәлелдеп бердің. Түсінбедім. Құрсағыңдағы сәби жайлы айтып жатырмын. Сонда қалай? Не айтқың келіп тұр? Бұл баланың әкесі кім? Мен де қызық сұрақ қойдым ба? Оның кім екенін өзің де білмейтін боларсың. Қызық, Әсеттің орнына қанша еркек оның парызын орындады екен. Өшір үніңді. Бұл баланың әкесі Әсет. Одан басқа ешкім емес.
Күйеуінің ең жақын досына төсектес болуға ұсыныс жасаған әйел өзге еркектермен не істемейді дейсің? Алдымен досымды менен тартып алдың. Иманынан айырдың. Енді келіп оны тозақтың отына күйдірмексің бе? Үніңді өшір деймін. Ғалымдар әйел тозаққа түсетін болса, 4 еркекті өзімен бірге алып кетеді. Ол кім десеңіз, әкесі, ағасы, інісі, күйеуі. Бұл осы 4 кісі әйелдің түзу жүруіне жауапты деген сөз дейді. Оның айтуынша, әкесі қызының киіміне, жүріс-тұрысына бақылау жасамаса, телефонмен кіммен сөйлесіп, не көріп жатқанын қарамаса, ағасы мен інісі немқұрайлы болса, ертеңгі күні күйеуі де сондай біреу болып шықса, бұл адамдар жауапқа тартылады. Мен оған жол бермеймін. Құрсағындағы сәбидің еш жазығы жоқ. Оған жаным ашиды. Алайда досымның сен секілді шайтанның кесірінен тозақтық болғанын қаламаймын. Сен маған ештеңе жасай алмайсың. Әсет мен десе ішкен асын жерге қояды. Сен өз еркіңмен әсеттен бас тартасың. Жоқ, ешқашан. Олай болса мен мына сенің сөздерінде аудио записке жазып алғамын. Бұл записте мені төсектес болуға шақырғаның айдан анық естіледі. Не сен өз еркіңмен әсеттің өмірінен кетесің. Немеме мен бұл хабарламаны бүкіл жұртқа тарататын боламын. Олай жасама. Мен тек сені сынап көргім келді. Әсеттің шынайы досысың ба, әлде жоқ па, соны білгім келген. Сол үшін бәрін өтірік істедім. Мені кешір. Мұның бәрі ойын. Мен саған жас бала емеспін. Ертегіне сенетін ақымақ дейсің бе? Құлың болайын, олай жасамашы. Мына бейкүнә сәбиді ойласаңшы. Оған не болмақ? Мені баламмен кім қабылдайды? Оның өміріне сен жауаптысың. Өзің шешімін тап. Асқар ашулана үйден шығып кетті. Досының өміріне араласқаны жөнсіз екенін біле тұра, мұндай шешімге келгені жанына батып барады. Алайда досын мынадай әйелге қиялар емес. Асқар Мерейге талап қойып уақыт берсе де, Мерей өз еркімен әсеттен кете қоймады. Кезекті сапардан оралған әсет келіншегімен мәз-мейрам болып жүрді. Асқар болса досы үшін алаңдап жанын қоярға жай табалар емес. Мерейді соңынан аңдып оңаша сәтін тосып жүрген Асқар сәті түскен бойда оны қолға түсірді. Сен қашан кетпексің? Сенің ойың қандай? Мына записті бүкіл жұртқа жария еткенімді қалайсың ба? Мен кетемін. Онымен соңғы күндерді өткізуге рұқсат бер. Асқар бұл жолы Мерейдің рас сөйлеп тұрғанына иланбай сенді. Араға бірнеше күн салып Мерей мен әсеттің қатты дауласқаны жөнінде, тіпті әсеттің жүкті әйеліне қол көтергені жайында ел арасында өсек көй ете қалды. Мерей сол кеткеннен қайта келмеді. Әсеттің көңілін қатты қалдырғаны соншама, ол әйелінің артынан бірде-бір рет іздеп бармады. Бәрінен де бұл оқиға Самал апаға ауыр соққы болды. Дегенмен уақыт бәрін емдеп Әсет иманды, салихалы әйелді өзіне жар етті. Қайтадан иманға бет бұрып кішігірім жүк көлігін алып, алысқа ұзамай-ақ ауылда өз шаруасын жасап жүрді. Жазықсыз сәби үшін алаңдап жанын қоярға жер таппаған Асқар болса Мерейді іздеп тапты. Жалғыз өзі ұлымен бірге өмір сүріп жатқанын көріп иығынан ауыр жүк түскендей болып жеңілдеп қалды. Оған бақыт тілеп өз теңін табуына тілектес болып қала берді. Соңы